Барлық әлем прикольшіден сәлем. Достар, көңіл күйлерің қалай, жақсы ма? Я прикольчик мырза, біздікі жақсы, сіздікі ше, жақсы ма? Конечно, жоқ. Неге? Өйткені идея жоқ. Енді көпшілік айтқандай мен видео түсіретінімді қазір айтамын. Қазір жаңада бастап жатқан YouTube біле ішінен ән айтып отырған шығар. Ең алдымен әрбір ютуберлерге керек зат видеоблогерлер. Оның көмегімен видео түсіреді. Ол әрине ручка. Ал сендер не камера деп ойладыңдар ма не? Кім айтты видеоблогер болу үшін камера қажет деп? Енді бәрін анықтап айтайын. Мен үйде бос отырып жатқанда қандай видео түсірсем болады деп ойлаймын. Бір кезде менің басыма бір ой келгенде, яғни идея келгенде, мен сол идеяны ұмытпау үшін телефоныма сақтап жазамын. Содан кейін сол видеоны қашан түсіру керек екенін ойластыра беремін. Ақырында қолым бос болған кезде мен деген жайлап съемкаға дайындаламын. Әрі қарай не керек? Штатив, свет, микрофон және де штативке арналған крепление. Жайлап жинақталып мен видео түсіріп бастаймын. Егер де сен видеоблогерге обязательно видеокамера керек деп жатсаң, сен қателесесің. Себебі мен телефонмен түсіремін. Ал жаңадан бастап жатқан ютуберге айтарым, қымбат 200 мың, 300 мыңды камераларды сатып алу қажет емес. Мысалы, қазір кезде кейбір атақты ютуберлер телефонмен түсіреді. Видео түсіріп болғаннан кейін монтаж. Монтажды мен Sony Vegas Pro 12-ші версиямен монтаждаймын. Сендер қазір айтатын шығарсыңдар, қазіргі кезде 14-15-ші версиялар бар ғой деп. Бірақ мен 12-ші версияға үйреніп қалғанмын. Қиятын жерлерін қиып, қоятын жерлерге қойып монтаждаймын. Ал егер үлгермесем, жұмысымды ертеңге қалдырамын. Видео монтаждап болғаннан кейін обработка. Обработка аяқталған соң превью жасаймын. Мен превью жасауды қатты ұнатамын. Мысалы, маған қатты ұнағаны осы. Так, видео дайын, монтаж дайын, превью де дайын. Енді ютубқа апару қалды. Ютубқа апарғаннан кейін мен сендердің өте керемет комментарияларымды оқимын. Итак, сонымен сценарий жазуға 40 минут, съемкаға 4-5 сағат кетеді. Монтажға минимум 5 сағат, ал максимальный уақыты 1 күн. Превью жасауға 5 минут. Ал ютубқа апару 10-15 минут. Мінеки достар, сендерге мен видеоны қалай түсіретінімді айттым. Енді сол менің еңбегімді бағалау үшін жай ғана лайк басып, каналыма тіркелсеңіз болды. Достар, осы видеоға 5000 лайк жинап тастайық. Сендермен болған прикольчик, пока-пока, чао, және де 60-ға рахмет. Па.